Ассалаумағалейкум, менде тағы бір жаңалықшы. Мен күніге соны айта береді демеңіздер, себебі әр әйелдің арманы бала көтеру. Білесіздер ма? Сіздердің әрқайсыларыңыз мен тест алдым, 2 шықты дегенге мен қатты қуанамын. Сіздер үшін қатты қуанамын. Иншалла дуа тілектеріңіз қабыл болады. Истиғфар мен салауатты Алланың разылығы үшін айтыңыздар, Алланың разылығы үшін. Күні кезде жазып жатады. Мысалы, дәл қазір өзінде мен екеуін оқып тастадым. Алланың қалауымен уже 2 шықты дейді тестте. Соны тағы біреуін оқиын. Үміттеріңізді үзбеңіздер Алладан. Ешқашан. Саламатсыздар, жолықтырған Аллаға сансыз шүкір. Мен сізге жазған едім, көтере алмай жүрмін деп. Қандай дұға айтсам болады деп. Истиғфарды ішімнен жұмыста үйде айтып жүрдім. Тоқтатпай айта бердім. 8 жыл болған еді балалы бола алмай жүргеніме. Экода жасаттым. 4 рет жасатқан екен. Болмады дейді. 4 рет эко жасатқан. Бір трубкамды алып тастаған, бір трубкам жоқ дейді. Сонда бірақ трубкасы бар екен. Тест көрсем 2 болар болмас шығып тұр ғой. Алланың құдіреті шексіз ғой дейді. Сіз себепкер болдыңыз дейді. Күніге осындай хаттар келіп жатыр Алланың қалауымен. Мен қуаныштымын сіздер үшін. Барлықтарыңызға, балалы бола алмай жүрген әйелдердің барлығына тесттегі 2 анық шығуды Аллах тағала нәсіп етсін. Алладан салиқалы ұрпақ сұраңыздар, иманды болсын, аман болсын, дені сау болсын деп сұраңыздар. Алланың разылығы үшін истиғфар айтыңыздар. Астағфируллах ва атубу илейх. Аллах тағала мені кешіре гөр. Мен саған күнәларым үшін тәубе етемін. Салауат айтыңыз. Аллахумма салли аля сайдина Мұхаммад ва аля али сайдина Мұхаммад. Аллах тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігің мен сәлемің берекетің болсын. Шын жүрекпен Алланың разылығы үшін. Мен сіздер үшін қуаныштымын.